Сіз интернетпен кітап жоқ елсіз аралда қалдыңыз делік. Егер 1 миллион доллардың салмағы қанша екенін айтсаңыз, деу сізді босатады. Бақытқа орай сіз физиксіз, сондықтан оны ойша өлшей аласыз. Ол қалай жуықтап есептеу? Доллардың салмағын білмесек те, оның өлшемдерін шамалай аламыз. Доллардың ұзындығы 15, ені 5 см шамасында. Бірақ оның қалыңдығы қанша? Біз мұны да білмейміз. Бірақ ақша қағаздан жасалған. Ал Гарри Поттер туралы кітаптардың 800 бет немесе 400 парақ екенін білеміз. Менің есебімше олардың қалыңдығы 5 сантиметрдей болатын. Сонда 1 сантиметрде 80 парақ. Енді біз доллардың көлемін таба аламыз. 15 сантиметр көбейтілген 5 сантиметр көбейтілген 80-нен 1 сантиметр тең 0,9 текше сантиметр. Алайда біз бәрібір қағаздың салмағын білмейміз. Бірақ судың текше сантиметрі 1 грамм тартатынын білеміз. Ал ақша сұйық актив емес пе? Доллардың текше сантиметрі 1 грамм дейік. 0,9 миллионға көбейтсек болғаны. Миллион доллардың салмағы 900 килограмм немесе 2000 фунт. Жуықтап есептеу физикада неге сонша маңызды? Себебі нәтижені шамаламай тұрып, есептеуге айлаған уақыт жұмсағыңыз келмейді ғой. Кейде біздікі сияқты жуықтаулар бір шама дәл болуы мүмкін. ақш қазынашылығының мәліметінше $1 миллион бұл тонна ақша, тура мағынасында.